Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге өзіңізді емдеңіз деген тақырыпта сабақ өткізгім келіп отыр. Осы қазір айтатын мысалдарымның барлығы Джон Кеханның кітабынан алынған. Осы кітапты сіздерге оқыңыз деп кеңес берер едім. Өзіңіздің өміріңізді басқаруға, өзіңізді дамытуға, өміріңізді өзгертуге септігін тигізеді. Бірден бір септігін тигізетін кітаптардың бірі. Себебі мен өте қатты жақсы көремін бұл кітапты. Бірнеше мәрте оқыдым, бір рет оқу жеткіліксіз. Ең басында түсінбеуіңіз де мүмкін болады. Енді сабаққа көшер болсақ, айтады, ағза дейді өзін-өзі емдейтін тетік дейді. Қалай? Яғни қараңыздар, егер де сіздің теріңіз алынып қалатын болса, жаңадан тері өседі. Ол бірінші мысал. Екінші мысал, егер теріңізде мынадай бір шұжық болса, ол қанағатта өзімен өзі жайылып кете бастайды. Үшінші мысал, егер де сіздің қолыңыз сынық болатын болса, оны дәрігерге барсаңыз, сізге гипс тағып береді. Гипстен кейін қолыңыз сынғаны 1-2 айдан кейін ол кетеді, Енді қараңыздар, сондағы мысалдарына не сіздерге дәлел болып отыр, ағза өзін-өзі емдейтін екендігі, Өзіміздің денсаулық, оны өзіміз емдей алады екенбіз. Тағы да бір мысал сіздерге белгілі бір адамдар айтады, мен ешқашан да ауырмаймын дейді. Ешқашан ауырмаймын деген адам ол шынымен де ешқашан ауырмайды екен. Ал екінші адам айтады, мен жылына 1-2 рет ауырсам маған сол жеткілікті дейді. Ал дәл солай айтатын адамның өмірінде бұл шынайы оқиға. Өмірінде шынымен де 2 рет ауырған екен. Енді не айтқым келіп отыр? Сіздер солай айтасыздар саналарыңызға, кейін сіздердің түйсіктеріңіз оны сіздерге автоматым жасатады. Оны сіздерге жақсы ма, жаман ба, оны сіздерге көрсетіп отырмайды. Сондықтан да сіздер айтпастан бұрын өздеріңіздің установкаларыңызды миларыңызға дұрыс сөзбен, яғни жеткізіңіздер, Енді қараңыздар, сіздерге тағы да бір мысал айтқым келіп отыр. Ол Мартин Брофманмен таныстырғым келіп отыр. Ол кісі 34 жасында ауруханаға түскен, яғни жұлынның ісігі бар деп түскен екен. Кейін ол кісі басында қатты қорыққан, дегенмен өз ауруын өзі емдеп шыққан. Яғни денсаулығын түбегейлі ісіктен арылған, яғни денсаулығын мықты еткен. Енді қалай? Ең біріншіден ол кісі өзіне медитациялар жасалған. Медитацияларында ол 2 сеанс яғни жасаған, таңертең және кешке жасап отырған 15 минуттан өзінің тәнімен ісігін елестеткен. Медитация кезінде ісігінің кішірейіп бара жатырғандығын және оның барлығы өзінің санасында болып отырғандығын айтқан екен. Яғни өзінің қалаған барлығын елестеткен. Кейін рак жасушалары оның иммунитетінің әсері арқылы жойылатындығын елестеткен. Яғни жазылып жатыр, менде барлығы керемет деп отырған, яғни ішкі даусы да оған сен жазылып жатырсың деп көмектескен. Тәуір болып жатырғандығын яғни айтқан екен. Медитация жасау барысында ол кісі күн өткен сайын, менің жағдайым жақсаруда деп бірнеше мәрте рет айтып отырған. Кейін медитация жасау барысында дәл осыларды жасай отырғаннан кейін душ қабылдаған. Душта ол кісі осы ауруларымның бәрі кетіп жатыр осымен деп елестеткен. Кейіннен егер де ол кісіде қатты бір сондай ауырсынулар болатын болса, осы ауруларымның барлығы менің денсаулығымның жақсарып жатырғандығы, ісігімнің азайып жатырғандығы, жоқ болып жатырғандығы деп те өзін бірнеше мәрте көзіне жақсы етіп елестете отырып барып сендірген екен. Кейін тамақ ішіп отырғанда осы тамақ, яғни мен денсаулығыма оң әсерін беруде, пайдасы болуда деп отырған. Ал кейіннен өзі жақсы көретін адамдарды елестеткен көз алдына. Осы әдістер арқылы ол кісі өзін денсаулығын емдеп шыққан, жақсартып шыққан. Кейіннен денсаулығы 2 айдан кейін оған тексеріс жүргіземіз деп дәрігерлер айтқанда, тексерістің нәтижесі ол кісіде ешқандай да ісік болмаған. Дәрігерлер қатты таңғалған соншалықты сене алмаған. Ал бұл кісі Мартин жүгіріп, қуанып, әйеліне осы хабарды айтуға асығып кеткен екен деген. Яғни бұл тек қана бір мысал. Екінші мысал бар, президент бар. Америка президенті 1981 жылы, яғни Рональд Рейган, ол кісіге оқ тиген екен. Өкпесіне оқ тиген. Кейін ол кісінің жағдайын қатты алаңдаған, барлық халық алаңдаған соншалықты журналистерде қалай жазылады, сізге не болады деген сұхбат алған болатын. Ал сол сұхбатта ол кісі айтқан, еш уайымдамаңдар деген. Мен үшін уайымдамаңдар, мен тез сауығып кететін адаммын деген. Сонда қараңызшы, өзі қаншалықты ол кісі сенімді түрде айтып тұр. Керемет. Кейін ол кісі
тез жұмысқа оралған екен. Дені сау болып, яғни бір күнде өтпеген деп айтылып кеткен. Енді қараңыздар, тағы да бұл кітапта айтады, егер де сіздердің айналаңыздың бәрі тұмау болатын болса, сіз де ауырасыз ба дейді. Сіздің ауруыңыз 100% бола ма дейді. Қараңыздар, егер де сіздер айналымда барлық ауру адам, мен де ауырамын, маған да сол ауру келеді дейтін болсаңыз, ол шынымен де келеді. Ал егер де айналаңыздың бәрі ауру болып қалып жатырса, жоқ, мен ауырмаймын, мен оларға көмектесемін деп, мен ауру айналып өтеді деп айтсаңыз, онда ол расымен де солай болады, иә. Сондықтан да неге сенсеңіз, сол сізбен болып жатқан жағдайларға әсер етеді. Соны ұмытып кетпеңіздер. Енді мен сіздерге тағы айтқым келіп отыр. Білесіздер ме? Күлкі мен қуаныш адам денсаулығын емдей алады, міндетті түрде. Көңіл күйі жабырқау, стресте жүрген адамдарға алаңсыз адамдар, яғни сол адамдар өзіне денсаулықтарын төмендетіп алады, нашарлатып алады, иә. Егер де сіздердің денсаулықтарыңызда көңіл күйлерінің жабырқаулы болатын болса, онда сіздерге көбінесе жақсы нәрселерді, сіздерге күлкі алып келетін нәрселерді қарағандарыңыз абзалырақ болады. Қызық жағдайларды қараңыздар, күліңіздерге, рахаттаныңыздар. Неге? Себебі сіздерге әрі қарай деніңіз сау болуға, әрі қарай ұзағына өмір сүруге ол сізге көмектеседі. Соны естеріңізде сақтаңыздар. Міндетті түрде ол сіздерге көмектеседі, ол шын енді. Соны айтып кеткен болатын. Және тағы да ең соңғы мысал, бір кішкентай бала қатты ауырған. Ол балада да ісік болған. Кішкентай 12 жасар ма екен бала. Кейіннен ол кісі бала, мен жазылып шығамын деп өзіне сенімді болған. Мен ауруды жеңемін деген. Және күнделікті көзіне елестете білген, яғни бір жұлдыздар шайқасы дейді, сол планета барлығын көз алдына елестете отырып, өзінің ауруын шайқасып жатырғандығын елестеткен. Мен мынаны шойып жатыр, мені кішірейіп жатыр, мен соғып жатырмын, кішірейіп жатыр, жоқ деп кәдімгі елестеткен соншалықты оның ауруы айығып шыққан, ол ауруынан жоқ болып шыққан ол ауруы. Және сіздерге айтқым келіп отыр, өзіңізді сендіру арқылы да, көзге елестету арқылы да, ішкі даусыңызды тыңдай отыруда, түйсікпен сөйлесіп отыруда, сіздер әртүрлі айтқан аффирмацияларыңызда, осының барлығы сіздерге көмектеседі. Егер де оған сіз сеніп, күнделікті жасап, медитация тыңдасаңызға, сіздерге әрі қарай септігін тигізеді. Тағы да ең соңғы мысал, бұл кітаптан емес, басқа жерден оқыдым, шатаспасам. Бір кісі менің досымның жағдайы, яғни әлде өзінің жағдайын сұрайды. Менің денсаулығым мынадай күннен кейін мен әлсіреп жатырмын, мен қайтыс болуым мүмкін дейді. Кейіннен дәрігер оған бір таблетка, міне ең соңғы таблетка бұл. Осы таблетканы ішсеңіз жазыласыз, осыдан басқа таблетка жоқ деп, оны бірнеше бөлікке беріп береді. Сол кісі бірнеше мәрте ішіп отырады, сенеді кәдімгідей. Міне менің денсаулығым кетіп жатыр, осы дәріні емдеп жатыр, міне жоқ болып жатыр менің ісігім деген сияқты көз алдына елестете береді. Ең соң елестеткенде қуанып ішеді, қуанып ішкеннен тексеріске барса жоқ болады. Білесіздер ме? Бұл жерде не маңызды рөл атқарып отыр? Сенім. Қатты сенім маңызды рөл атқарып отыр, иә. Сонда қараңыздар, өздеріңізге сенсеңіздер, сенімді болсаңыздар, жақсы көзде алдыңызға елестете алсаңыздар, барлығы істері жақсы болады. Және ең маңызды денсаулықты жақсартудың тәсілі ол, егер сіздің денсаулықтарыңыз нашар ма, сіздер ауырып жүрсіздер ме, онда ең бірінші Алла тағаладан кешірім сұраңыздар. Ең бірінші сол. Екіншіден сіздер барлық адамға рахмет айтыңыздар. Барлық нәрсеге рахмет айтыңыздар. Үшіншіден шүкіршілік айтыңыздар. Барлығына шүкіршілік айтыңыздар. Және төртіншіден күліп, қуанып, қолыңыздан келмейтін нәрсе жоқ екендігіңізге сеніп, санаңызға дұрыс ақпарат айтып, установкаларыңыздың бәрін жақсартып, позитивті етіп, түйсіктеріңізбен жұмыс жасаңыздар. Сонда ғана сіздерде барлық жақсы болады. Өздеріңіздің денсаулықтарыңыз өздеріңіздің қолдарыңызда, өздеріңізді бар ететін де жоқ ететін де өздеріңіз. Сондықтан да сіздердің қолдарыңыздан барлығы келеді деп айтып кеткім келіп отыр. Сеніңіздер, сенімді болыңыздар. Денсаулықтарыңыз жақсы болсын, отбасыларыңыз аман болсын, жадырап жайнап жүре беріңіздер. Осы мысалдар сіздердің ары қарай денсаулықтарыңызға әсер етеді, сіздерге көмектеседі деген үлкен сенімдемін. Рахмет, сау болыңыздар. Сіздермен Лаура.